Бүгін көптен күткен ерекше әрі толқынысқа толы күн. Себебі ақылына көркі сай әулетіміздің ерке гүлі, баға жетпес алтынымыз, Сымбат Сарытай қызы өмірлік теңін тауып, жылы ұясына құтты мекеніне қанат қағып барады. Жастайынан асқақ арманын жоспарлай білетін қызғалдағымыз үздіксіз ізденісімен, еңбек сүйгіш қасиетімен, жаста болса ақыл парасатымен туған туыс дос жаранның көз қуанышына айналды. Әкесі Сарытай мен анасы Сәуленің бақыт құсы қонақтап, қыдыр дарыған берекелі шаңырағында 3 ұл, 1 қыз өсіп өнді. Сымбат ата-анасының қос ұлынан кейін өмірге келген жалғыз қызы. Ел мақтаған әкесі, ауыл аймақтың қадірлі азаматы болса, гүл баптаған анасы ақыл парасатымен алыс жақын ағайынды кең пейілімен тәнті еткен жан. Сондықтан да өнегелі де өнерлі Рахманбердиевтер әулетінің аты отырар жұртына мәшһүр. Шәмші Қалдаяқов атындағы музыка мектебінің домбыра бөлімінде 5 жыл білім алған Сымбат қызыл диплом иегері. Аллаға шүкір, оқуға, өнерге деген шынайы ықыласы болар, қызымыз көздеген мақсатына кедергісі жетіп келеді. Ән көгіне қанат қаққан балапанымыздың әр жетістігі біз үшін үлкен қуаныш. Алғаш дарынды өнерпаздың дара қолтаңбасы Ақ көгершін байқауында әнші балапан номинациясына ие болып, ел назарын бірден аударған болатын. Жастайынан осы тектес талай байқауларға қатысып, жеңіс тұғырынан көрініп жүрді. 2011 жылы Астанада өткен Ақ көгершін 5-ші халықаралық байқауында бас жүлдені жеңіп алды. Приглашается обладатель гран-при Рахманбердиева Сымбат, Южна Казахстанская область. 2011 жыл Сымбат үшін сәттілікке толы болды. Ерлікке тағзым атты мектеп оқушыларының патриоттық ән байқауында да бас бәйгені қанжығасына байлады. Прагада өткен жасөспірімдердің халықаралық Жаңбырлы жұлдыз ән фестивалінен Алтын жұлдыз 1-ші орынын иеленіп қайтты. Әлемнің 23 мемлекетінен келген 85 жас өнерпаздың арасында қазақтың халық әндерін шырқап, көрермен көзайым атанды. Чехия астанасында өткен байқаудың бір ерекшелігі жас таланттардан тек жанды дауысты ән салу талап етілді. Жоғары диапазонда айтылатын қазақтың термелері мен халық әндері шетелдік қазылар алқасының жоғары бағасына ие болды. Әрі Орта Азиядан конкурсқа жалғыз өзі қатысқан Қаршадай қазақ қызының көркімен ерекше дауысы көпшіліктің жүрегінен орын тапты. Осылайша кешегі күләштің көзіндей, бибігүл розалардың өзіндей болған аруымыз әулетіміздің ғана емес, елдің мақтанышы. 2013 жылы мектепті үздік бітірген Сымбат Астана қаласындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің әнші актриса, тележүргізуші мамандығы бойынша грантын жеңіп алды. Аталған өнер ордасын үздік бітіріп шықты. Өмірін өнерімен өрлеп келе жатқан қызымыз биыл халықаралық жастар күніне орай облыс әкімінің арнайы алғыс хатына ие болды. Ата-ана үшін баласының еткен еңбегі көз алдында бағаланғанын көруден асқан қандай бақыт бар. Міне, бізді шаттыққа бөлеп келген аяулы гүліміздің өскен ұясынан ұшар сәті келіп жетті. Ата-ана қанша қимағанымен, уақыты келгенде баласының бақытын тапқанына қуанады. Осы бір шаттыққа толы күнге ортақтасып келген жандарға айтар алғысымыз шексіз. Ал Сымбатымызға барған жеріңді бақытқа бөлер ибалы келін атанып, керегесін кеңейте бергейсін деп тілек айтамыз. Алла бағыңды еселесін, қол ұстасып, үлкен өмірге басқан қадамдарыңа құт дарысын.